әлі күттен түгел Россия президенті Владимир Путин ама Россия дәулетінің дәулет премиясын тапшырды, қателесіздер. Әшкүші бұл Германияның Фәннәр академиясы жетекшісі, оларда Фәннәр академиясы деп аталмайды, институт Планка, Планка институтының жетекшісі, бұл әлбәтте Россия Фәннәр академиясының да әрқасы. Андан соң біздің бик сол ғалимдар бізден Роберт Нигматуллинді атарға болады. Бұл Россия Фәннәр академиясының океанология институты директоры. Бұл ең зор институт Россия Фәннәр академиясы составындағы өзіндегі 5000 кіші. Бүтін дүния бойынша алып баратылған, зәңгілер алып баратылған. Өзінің алтын литератураларына қатып бар бұл институттың үшінші дәрежелі білген өшкетілген институт. Шының жетекшісі Роберт Нигматуллин. Һәм андай ғалимдар біздің тағын бар, тағын Америкадан, Германиядан, Австриядан біздің атаклы ғалимдарымыз бүтін дүниядан жиылған.